Мен бойдақ кезімде армандайтын едім. Әйелім мынандай болса деп. Өзім 25 жасымда үйлендім. Сол жасқа дейін мен өмірлік жарымды кездестіре алмай, бойдақ өтіп кетем ба деп ойладым. Сондай уайым, қайғы, қорқыныш, өмір бойы жаныңда болатын адам қандай болады ертең? Жар таңдаудан қателеспеу керек деген сияқты неше түрлі ойлар, сұрақтар мазалап, солай жүретін едім. Бірақ Алланың қалауымен менің қалағанымнан Аллах тағала 1000 есе, миллион есе артық адамды жолықтырды. Сондай адамды нәсіп етті. Маған 1000 рет, миллион рет таңдау берілетін болса, мен сол әйелімді ойланбастан таңдар едім. Бойдақтарды үйленетін кезінде сондай ойлар көп мазалайды. Сондай қорқыныш, уайым, не болады? Асық жасап атқан жоқпын ба деген сияқты. Құрметті жастар, бойдақтар, не үшін мен қазір отбасылық эксперт болып сондай ажырасудың алдын алып жатырмын? Сол нәрсені зерттедім, сондай ажырасу